Қымбатты оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы студенттік универсиада деп аталады. Оқу мақсаты тыңдалған мәтіндегі ақпаратты өмірлік мәселелермен байланыстыра білу, ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар, оқулықтар, ғылыми еңбектерден алынған деректерді дәлел ретінде қолдану, авторына сілтеме жасау. Балалар, тәуелсіз Қазақстанның қандай жетістіктері бар? Еліміз тәуелсіздігін алғалы қандай ірі жобалар болды? Қане ойымызды ортаға салайық. Бүгінгі сабақтың тілдік бағдары ол сабақтас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем деп құрамындағы жай сөйлемдерінің алғашқысы тиянақсыз болып, екінші сөйлемге бағына байланысатын құрмалас сөйлемнің түрін айтамыз. Мысалы, жоғарғы оқу орындарының студенттері универсиадаға қатысып, жас спортшылар елімізді әлемге танытты. Сабақтас құрмалас сөйлемнің жасалу жолдары, яғни бағыныңқы сөйлем шартты райдың жұрнағы, көсемше мен есімшенің жұрнағы және етістік негізді жұрнақтармен жасалады. Ал басыңқы сөйлем етістік негізді шартты рай жұрнақтары арқылы жасалады. Тыңдалым мәтінін мұқият тыңдаңыз. Универсиада дүниежүзілік студенттік спорт ойындары. Ол халықаралық студенттер спорты федерациясының ұйымдастыруымен студенттер арасында өтетін жарыс. Оған әлемнің әр еліндегі жоғарғы оқу орындарында оқитын 17 мен 28 жас аралығындағы студенттер, магистранттар мен докторанттар қатысады. Универсиада Олимпиада ойындарынан кейінгі екінші ірі халықаралық жарыс болып саналады. Оның іргетасы 1959 жылы Италияның Турин қаласында өткен жазғы универсиада негізінде қаланды. Ал 1960 жылы Францияның Шамони қаласында тұңғыш рет қысқы ойындар өткізілді. Жалпы студенттік ойындардың тарихы ақш-та бірінші мәрте студенттер арасында халықаралық жарыстар өткізілген 1905 жылдан басталады. 1919 жылы Жан Птижан есімді студенттер өмірінің жетекшісі алғаш рет студенттер конфедерациясын құрды. 1923 жылы Парижде осы ұйымның шеңберінде дүниежүзілік студенттер ойындары өткізілді. Ал бір жылдан кейін халықаралық студенттер конфедерациясы атты жаңа құрылым пайда болды. Осы жылы Варшавада жеңіл атлетикадан студенттер арасында бірінші әлем чемпионаты ұйымдастырылып, 1927 жылы Римде өткен екінші әлем чемпионатының бағдарламасына жеңіл атлетикадан бөлек футбол, теннис, суда жүзу және семсерлесу қосылды. Еліміздің студенттері тәуелсіз мемлекеттің өкілдері ретінде бұл жарыстарға 1993 жылдан бері қатысып келеді. Сол жылы елімізде студенттер спорты федерациясы құрылып, біздің спортшыларымыз халықаралық аренада жарыс жолына шықты. Ол поляктың Закопане қаласында өтті. Осы қысқы универсиадада Қазақстан хоккейшілері финалға дейін барды. Сөйтіп өздерінің бірінші жарысында күміс медальдің иегерлері атанды. Біздің жасақ жолай кездескен қарсыластарының бәрін жеңіп, ақтық сында
Канада құрамасымен бақ сынасты. Міне балалар, универсиаданың тарихымен танысып шықтық. Енді тапсырма орындаймыз. Мәтін бойынша универсиада тақырыбын түйіндеп аннотация дайында. Мәтіннен құрмалас сөйлемдерді тап, оларды сабақтас және салалас сөйлемге жіктеп жасалу жолдарын түсіндір. Баспасөз беттерінен универсиада тақырыбына қатысты мақала таңдап, мазмұнын түйіндеп, тезис жаз. Енді сабағымызды балалар 2 жұлдыз 1 тілек әдісімен қорытындылайық. 2 жұлдыз 2 ұнаған нәрсе айтасыз бүгінгі сабақ туралы. Тілек жақсартуды қажет ететін нәрсе туралы айтасыз. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Зейіндеріңіз ашылсын. Сіздерге қайырлы білім болсын. Пікірлеріңізді кері байланысты комментарийде қалдырамыз.